Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. Бірінші дәрістің тақырыбы бақ өсіру. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, бақ шаруашылығының маңызы; екінші, бақ шаруашылығының міндеті; үшінші, бақты отырғызу материалдары мен мерзімі. Бақ шаруашылығы өсімдік шаруашылығының маңызды саласы. Оның басты міндеті халықты жеміс-жидектермен қамтамасыз ету. Жемістер мен жидектер жақсы дәмдік қасиетке ие, сондай-ақ құрамында адам денсаулығына пайдалы дәрумендер, минералдар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, ақуыздар бар. Олардың көпшілігінің мысалы қара қарақаттың, бүлдіргеннің, итмұрынның, лимонның, өріктің жемістердің дәрілік қасиеттері де бар. Жемістер мен жидектің балғын түрлері тосап, джем, жеміс сусындары, повидлер, жеміс қағынан жасайтын тосап, мармелад, ликер, шырындар және шараптар жасау үшін қолданылады. Жеміс өсімдіктері саябақтар мен алаңдарда, қала көшелерінде және басқа елді мекендерде әртүрлі мақсаттағы орман және жол бойында қорған шекпелерді құру үшін де сәндік дақылдар ретінде отырғызылады. Бақ шаруашылығының маңызы үлкен және әртүрлі аспектілерде көрінеді. Бұл ауыл шаруашылығында маңызды орын алады және оның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік аспектілері де бар. Бұл бақ шаруашылығының маңыздылығын төмендегідей көруге болады. Бірінші, экономикалық маңызы. Тамақ өнімдері өндіру. Бақ шаруашылығы жеміс-жидектер, көкөністер, жидектер және дәнді дақылдарды өндіруге бағытталған. Олардың халықтың күнделікті тамақтануында маңызды орын алады. Экспорттық мүмкіндіктері де бар. Жемістер мен көкөністердің экспортталуы еліміздің экономикасына қосымша табыс әкеледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің әртараптануы. Бақ шаруашылығы басқа ауыл шаруашылық салалармен бірге ауылдың экономикалық құрылымын әртараптандырады. Экологиялық маңызы. Топырақ құнарлылығын арттырады. Бақ өсімдіктері топырақты органикалық заттармен байытады. Бұл топырақтардың құндылығын арттырады. Ауаны тазартады. Бақтар ауадағы оттегіні бөліп, көмірқышқыл газын сіңіре отырып, экологиялық тепе-теңдікті сақтайды. Биоалуантүрлігі. Бақ шаруашылығы биоалуантүрлікті сақтап және арттыруға ықпал етеді. Өйткені әртүрлі өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің тіршілігі үшін қолайлы орта құрады. Әлеуметтік маңызы да бар. Жұмыспен қамту. Бақ шаруашылығы адамдарға және жұмыс орындарын ұсынады, әсіресе ауылдық жерлерде жұмыс орындары ашылады. Денсаулыққа пайдалылығы. Жемістер мен көкөністер адам денсаулығы үшін өте пайдалы болып табылады. Оларда әртүрлі дәрумендер мен минералды заттар қамтиды. Туризмі. Бақтар демалыс орындары, туристік мақсаттар үшін де пайдаланылады. Климатқа әсері. Бақ жергілікті климаттың қалыптасуына әсер етеді, әсіресе өсімдіктердің көлеңкесі мен ылғал сақтайтын қасиеттері климаттың қолайлы болуына септігін тигізеді. Қорыта келе, бақ шаруашылығы ел экономикасы мен экологиясына және халықтың әлеуметтік әл-ауқатын зор үлес қосатын сала болып табылады. Бақ шаруашылығының міндеттері бірнеше маңызды бағыттары, қағидалары бар. Оның ішінде бірінші, ағаштар мен өсімдіктер күтіп баптау. Бақтағы ағаштар мен дақылдарды дұрыс өсіру үшін қажетті шараларды орындау, соның ішінде суару, қырқу, тыңайту және зиянкестермен қорғау жұмыстарын жүргізіледі. Екінші, өнімділігін арттыру. Бақтың өнімділігін арттыру үшін тиісті агротехникалық әдістер қолданылады. Мысалы, топырақ құнарлылығын арттыру, жеміс ағаштарын дұрыс баптау, қарқынды бақ өсіру әдістерін енгізу. Үшінші, зиянкестермен күресу шаралары. Бақта өсірілетін дақылдарды зиянкестермен аурулардан қорғау үшін химиялық және биологиялық әдістер қолданылады. Төртінші, қоршаған ортаға әсері. Табиғатты сақтап қалу, экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз ету үшін тұрақты ауыл шаруашылық әдістерін қолданамыз.
Бесінші, жеміс-жидек өнімдерін жинау және сақтау бойынша өнімді уақытында жинап алу және сақтау арқылы бақ өнімдерінің жоғарылауы зиянға ұшырамауын болдырмауымыз керек. Бақ шаруашылығын экономикада тиімді пайдалану жағынан бақ шаруашылығы еңбекті ұйымдастыру, өнімді өткізу, сату және пайда табу жолдарында іздеу. Жетінші, жаңа сорттар енгізу. Бақ шаруашылығында өнімділікті арттыру үшін жаңа және жақсы өнім беретін жеміс ағаштарының сорттарын енгізуіміз керек. Енді үшінші сұрақ, бақты отырғызу материалдары және мерзімі бойынша. Отырғызу материалдары, отырғызуға арналған көшеттерді стандартты, механикалық зақымдану белгілері жоқ, суыққа төзімді, зиянкестер мен аурулардан сақтау болып табылады. Бақ отырғызу үшін бір немесе 2 жылдық көшеттер пайдаланылады. 1 жылдық көшеттер отырғызғаннан соң жақсы жанданады, оларды тасымалдау да оңай емес. 2 жылдықтың кронды питомникте де қалыптасады. Баққа отырғызғаннан соң ерте жеміс сала бастайды. Көшеттердің отырғызуға арналған жасы бақ отырғызған аймаққа, көшеттің тұқымына, келісушіне және бақ типіне байланысты болады. Бақ шаруашылығы батыс аймақтарда баққа отырғызу үшін шикілдеуікті және сүйекті тұқымдардың 2 жылдық көшеттері, оңтүстік пен оңтүстік шығыста шикілдеуіктердің 1 және 2 жылдық сүйектерінің 1 жылдық көшеттері отырғызылады. Интенсивті, жиі және өте жиі орналастырылған бақтарды отырғызу материалдары аласа өсетін келісушілерге телімденген. Оларда да көбіне 1 жылдық көшетті пайдаланылады. Отырғызу материалдарының сапасы бақ отырғызу процесінің өзінде күрт төмендеуі мүмкін. Бұл олардың тамыр жүйесінің үсуі немесе қурауы салдарынан болатын жағдай. Көшеттерде ауа температурасының минус, яғни суық кезде тасымалдауға не егуге, сондай-ақ оларды шамалы уақытқа болса да ашық аспан астында, әсіресе күн шақырайып тұрғанда немесе желді күндері қалдыруға болмайды. Тасымалдағанда жұмсақ сабанмен немесе кенеппен орау керек. Оларды егістік кезде көшет тамырларынан ылғалды сақтау қажет. Ал егер егуге мүмкіндік болмаған жағдайда көміп қойған жөн. Егердің алдында тамырларын сазды қоспаға батырып алу қажет. Қоспа саз бен ірі қара көңнен су құйылып, қоймалжың болғанша араластырып дайындалады. Отырғызу мерзімі ағашты қысқы тынығу кезінде көшіріп отырғызған жөн. Климаттық жағдайға, тұқымы мен ұйымдастыру шаруашылық мүмкіндіктеріне қарай бақ көктем мен күзде отырғызылады. Көктемге отырғызу өсімдіктің өсіп-өну кезеңінің басына дейін уақыт тым тар, немесе 10-12 күн қалғанда отырғызылу керек. Күзгі отырғызу мерзімі 20-30 күнге дейін ұлғаяды. Бірақ кез келген жағдайда отырғызу жұмысы тұрақты суықтың түсуіне 2-3 апта қалғанда аяқталуы тиіс. Бұл уақыт отырғызылған көшеттерінің тамыр жүйесінің тамыр тоңазығанша алғашқы жандану дәуірінің аяқталуына дейін жүргізілу керек. Күзде отырғызылған көшеттердің үсуі мен күзде қурау қаупі бар. Сондықтан да шикілдеуікті тұқымдардың анағұрлым төмендеуіне төзімділерін ғана отырғызып, сүйектілерді көктемде отырғызылған жөн. Қорыта келе, бақ шаруашылығы өсімдік шаруашылығының маңызды саласы. Оның негізгі мақсаты халықты дәрумендерге, минералдарға бай жеміс-жидек өнімдерімен қамтамасыз ету. Бұл сала экономикалық тұрғыдан табыс көзі болып, ауыл шаруашылығын жұмыспен қамтиды, экологиялық жағынан топырақ құнарлығын арттырады, ауаны тазартады, әлеуметтік тұрғыдан халықтың денсаулығы мен тұрмыс сапасын жақсартады. Бақ шаруашылығы басты назар көшеттердің сапасына, дұрыс отырғызу уақыты мен тәсіліне аудару керек.
отырғызылуға арналған көшеттер сау, зақымдалмаған және суыққа төзімді болуы керек. Батыс аймақтарда 2 жылдық, оңтүстікте 1 жылдық көшеттер отырғызылады. Көшеттерді көктем мен күзде отырғызылу керек, алайда тұрақты суық түспей тұрып аяқтау қажет. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады. Дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.